Аян Нұрайға қарап ән айтып жатқан кезде, ай біздің студияда жаңа таныстар басталып кеткендей болды ма? Қыры отырған жоқ әйтеуір біздікілерде. Ай, бір кісі вальске шақырып арасында. Иә. Бір емес бірнеше деп қояйын, иә, бір. Жігіттердің есінен қандыдалық шығып кеткен сияқты тіпті. Енді қарым-қатынасқа оралып, білмеймін кім, әркім әртүрлі қадамдарын жасап жатыр. Енді көрерменде қырағы. Бұл деймін да, бұл Ғалымжан тактикасын өзгертпейді деген да. Тура соны қайталайды екен да. Біріншісін қатырған жоқсың ғой, сәл басқаша подход жасап көрсей дейін деген ғой. Ода бір сондай бір видеомен басталады, вальспен басталады, артынан үштікке кіреді. Одан кейін айырылысып екі жаққа кетіп отырады да, сәл өзгертей бауырым, саған шын жаным ашып айтып отырмын негізі. Жай ғана вальс қой бұл жерде. Ой. Бұда сәл өзгеше. Үшінші адам жоқ болып тұр екен, сәл оңайрақ болып тұр бұл кісіге. Үшінші адам жоқ. Аруақ Құдай жар болсын, орныңыз енді. Жүрегіңіз бос еді негізі? Ай, жүрегі бос болғаннан кейін бос орындыққа отқан. Айтқым келген, мен алдында келгенде айтқанымдай, бұл жақта жігіттердің ешқайсысы мен вкусында емес, және де өз үміттерімді күтемін. Ал вальсте тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Может, пока что дегім келеді. Назым, былай. Назым, бұл кісі, бұл жерде жігіттер ұнамайды жатсың ғой, бұл сыртқа шығады үміт беріп келе салады бұл. Бұл тактикасы сондай. Әзірге деп қояды. Бауыржан мырза? Біздің қыздарды ше үйреніп алғансыздар. Қыздардың жоқ дегені, я дегені ғой.